Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін өте дәмді болып шығатын панчо тортын жасаймыз. Ең алдымен 6 жұмыртқа қосамыз. Содан кейін оның үстіне қант қосып, венчикпен жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болған соң оның үстіне өсімдік майын, сүт қосып тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Кейін кішкенеден ұн, қопсытқыш және какао қосып отырып, кішкенеден салып отырып микстерлейміз. Егер барлығын бір дестен салатын болсақ, біздің коржымыз көтерілмей қалады. Осы дайындалған тестамызды духовкаге 180 градуста жарты сағат пісіріп аламыз. Оның піскендігін біз ағаш таяқшамен білетін боламыз. Содан соң оны алып, осындай дөңгелек қылып кесіп аламыз да қалғанын біз 4 бұрыштап турайтын боламыз. Енді кремін жасайтын боламыз. Қаймақ пен қант ұнтағын араластырамыз. Содан кейін олар жаңағы 4 бұрыштарды кішкенеден қойып жинаймыз. Осылай кейіннен сонда домалақты қойып, бетін жауып, холодильникке 2-3 сағатқа қойып қоямыз. Одан кейін алып, жаңағы қалған кремімізді бетіне жағатын боламыз. Содан кейін кішкене холодильникке қойып аламыз. Тағы одан соң мен шоколадты үгітіп салатын боламын. Сіздер басқаша да әсемдеулеріңізге болады. Содан кейін осындай әдемі торт шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Сау болыңыздар.